Асық жинасаңыз, ұлды боласыз. Асық та сізге телеулес болады екен. Қазақ жалпы ырымға сенген халық. Сондықтан бұл асықтарды өмірлік жарын табуға, кейін балалы шағалы, үбірлі-шүбірлі, ұл-қызды болуға, ары қарай бір жастықта қартайып, бірге бақытты ғұмыр кешейік деп ырымдаймыз. Бұрындары ұлды болу үшін асық жинайтын. Сол секілді асықтың алшысынан түсуін қазақ халқы жақсылықтың, сәттіліктің белгісі деп біледі. Бір мен ғана емес, қазақтың бұл ырымын көпшілік білетін шығар деген ойдамын. Өзім тұрмысқа шыққан соң бірден жүкті бола қоймадым. Арада бір жыл өтіп, енем емексіп құрсағыма көз тастай бергенде өзім де ыңғайсызданып қалушы едім. Дәрігерге барғанымда барлығы дұрыс күтіңдер деген жауапты ғана алатынбыз. Сонымен көңілім күпті болып тұрса да, үмітімді үзбей, іштей дұға етумен қатар әртүрлі балаға қатысты естілген көрген ырымдарым болса да жасап жүрдім. Алла қалап тағы бір жыл өткен соң, яғни тұрмыс құрғаныма 2 жыл толғанда мен ана атандым. Өмірге сұлу қыз келді. Тұңғышым ғой, көптен асыға күтіп едік. Қатты қуандым, бірақ күйеуім ұл болмады деген сыңай танытқандай болған. Тіпті үйленген жолдас жораларының тұңғыштары ұл болып, еркектен еркек туады деген сөздерді айтып, пәлсапа соққан күйеуім ренжіп келетін алдында. Негізі нағыз еркектен қыз туады екен. Өйткені қыз деген ана, әйел, біреуімізге әпке, біреуімізге сіңілі, ол ұрпақ жалғаушы. Сөйтіп кейін қызымыз өсіп, қылығы шыға бастағанда ғана өзінің әкелік сезімі оянып, өте балажан екендігін байқатты. Одан кейін тағы да 2 қызды өмірге әкелдім. Қазақтың ежелгі ырымы бойынша қонақ болып бір үйге барсақ та, үйге қонақ шақырсақ та, асықты жілікті көзімен іздеп тұратын болдым. Өйткені бір қайнаға маған осындай бір жиында арнайы өзімді шақырып, келін, мына асықты жинай бер, ұлды бол, тағы асық көрсең қалдырма, жинап жүр. Осы асықтармен ұлдарым ойнайды деп ырымдап үйге әкеліп тізе бер деген болатын. Содан болар, асық жинау туралы әр жерден сұрастырып іздене бастадым. Бұрынғы әжелерімізден қалған ырым ғой. Асық сізбен бірге армандап, менімен ойнайтын ұлдар келсе екен, осы үйге деп аңсайды екен. Оның себебі асықты жалғыз ұл ойнамайды, 2 немесе одан көп бала ойнайды. Сондықтан асық жинасаңыз бір тал ұлмен шектеліп қалмай, Алла құрсағыңызға ұлға серік болып асық ойнайтын тағы бір ұлдарды береді екен. Бұл қазақтың ежелден келе жатқан сенімі. Ырымға сенбейтіндер де бар, дін жолына қайшы деп сөгетіндер де бар. Дей тұрғанымен қазақтың ырымдарының жаманы жоқ. Барлығы да жақсы тілеу, ізгі ниеттен туылған наным сенім болса, оның несі айып? Мына оюды неге ұстап алған десеңіз, бұл қоржын. Қайнағамның баласының тойы болып, маған абысындарым, ұлды бол, сен де біз сияқты сүндет той жаса деп маған ырыммен берген болатын. Видео ұнаған болса, жазылып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.